Биылғы мектеп маусымы басталардың алдында Ресейдің төменгі Новгород қаласының тұрғындары жаппай мектеп формасының сапасына байланысты наразылықтарын білдірген болатын. Кейін белгілі болғанда мектеп оқушылары киген киім жай ғана сапасыз материалдардан ғана емес, улы заттардан жасалған болып шықты. Дағдарыс болған екен деп, мұндай масқараға жол беруге болмайды ғой. Мектеп формасын әр отбасы сатып алып, баласына кигізеді. Ал мынау көрші елдің Челябі облысында түсірілген кадрлар. Ата-аналарды сатып алуға міндеттеген мектеп киімін балалар киместей болған, өйткені бұл көйлектер, костюмдер мен жемпірлерден оқушылардың терісіне аллергия шыққан. Ал кейбір бүлдіршіндер сапасыз киімнің салдарынан тіпті естерінен танып жатты. Мектеп формасының зиянды болатыны туралы ойланып көрдіңіз бе? Бұл туралы уайымдайтындар табылмас сірә. Армысыздар, эфирде Абайлаңыз импорт бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда оқушылардың 5-9 сағат бойы киіп жүретін мектеп формасының қауіпсізін қалай таңдау керектігі туралы айтатын боламыз. Бүгінде баласына мектеп формасын сатып аларда ата-аналар өздерінің киген бірегей әмбебап киімдерін естеріне алады. Олар мемлекетпен бекітіліп, бұйрық бойынша киілетін. Әркімнің талғамына сай келмесе де, ол кездегі формалар денсаулыққа зиян тигізбейтін. Школьная форма. Кез келген білім беру мекемесіне мектеп формасы тек мектепаралық ата-аналар жиналысында талқыланып, қабылданғаннан кейін ғана енгізіле алады. Ата-аналар киімнің үлгісін, түсін таңдау керек. Көпшілік дауыс берген нұсқаны қалғандары сатып алуға міндетті болады. Бұл туралы 2007 жылдан бастап еліміздің заңында жазылған. Тем более, что в законе об образовании прописано, это еще в 2007 году было прописано, что родители ответственны за нахождение детей в школе в той форме, в которой принято в данном учебном заведении. Қазақстанда 2,5 миллионнан астам оқушы бар. Оның 1 миллион 600 мыңы немесе 61% бірегей мектеп формасын киеді. Бұл үрдіс елімізде 2003 жылдан бастап енгізіле бастаған болатын. Нәтижесінде бүгінде 4,5 мыңға жоқ мектепте біркелкі киім кию ережесі енгізілген. Бұл формалардың 12% ғана отандық фабрикаларда тігілген. Осы орайда егер балаларының киімін ата-аналар таңдайтын болса, импорттық өнім елге қайдан кіріп жүр деген заңды сұрақ туындайды. Если бы мы получили единые стандарты, Егер бәріне бір стандарт болса, шетелден келген киімнің қалай, қай жерден келетінін анықтай алар едік. Осылайша мектеп формасы турасындағы мәселені көтере отырып, бақылауға, бағынбай келе жатқан қара нарықтың ізін жоюға мүмкіндік туғушы еді. Елімізге мектеп формасының қай мемлекеттерден қандай көлемде келіп жатқанын анықтап бақылау мүмкін емес. Бұл мәселенің жауабын ешбір шенеулік ашып айта алмады. Тек импорттық тауардың басым бөлігінің Қытай, Түркия мен Үндістаннан әкелінетіні белгілі. Статистикалық мәліметтерде балалар киімі деп белгіленген тонналаған тауардың басым бөлігі Қытай, Түркия мен Қырғызстаннан тасымалданады. Осылайша, өткен жылы импорттың 276,5 тоннасы елге кірген. Мне форма очень сильно нравится. Мына форма өте ұнайды, ол ашық түсті, әдемі. Женаздың үстіндегі мұндай әдемі киім кем дегенде 30 мың теңге тұрады. Форманың ішінде жемпір, жеретке, белдемше, шалбар мен жеңіл жейде бар. Барлық киім мектеп-ішілік жиналыста көпшілікпен таңдалып, қабылданған. При покупке Сатып алған формамыз барлық балаларға шақ келе бермейді. Мысалы, біздің жереткеміздің тігісі сөгіліп кете береді. Шалбардағы түймелер қисық тігілген. Көптеген олқылықтары бар. Жемпірлері кең. Бүгінгінің балалары бойшаң келеді. Егер олар жемпір кисе, үсті кең, ал жеңі шолақ болып қалады. Бала өзге форма киіп келсе, оны мектеп жарғысына білдірген қарсылығы деп есептейді екен. Өйткені ол құжатта оқушының сырт келбетіне байланысты ережелер жазылған. Форма құны қымбат болмаса да, бірден бәрін сатып алуға әр семьяның мүмкіндігі бола бермейді. Сондықтан ауа райының жылы кезінде жеретке мен жеңіл киімдер сатып алынса, қалың жемпір қыс түскенде бірақ алынады екен, егер табылса. коснулась того, что в зимний... Қыс басталғанда қалың киім алуға тура келеді. Жереткеміз бар, жемпір алуға бел будық. Жалпы мектеп формасы қаланың екі ақ сауда нүктесінде сатылады. Бірақ біздің мектептің үлгісін ол жерлерде таппадық. Эмблемасын табу қиын екен. Олар Түркияда тігілетін көрінеді. Тапсырысты сол жақтан беру керек. Ал жаппай тауар жылына бір-ақ рет әкелінеді екен. Мүмкін тағы қосымша тасымалданатын шығар. Бірақ қараша айында біз қажет жемпірді таппадық. Сондықтан басқа мектептің эмблемасы белгіленген киімді алуға тура келді.
Қажетті белгісі бар киімді керекті мөлшерде, кез келген уақытта тек өзіміздің отандық өндірушілерден ғана сатып алуға болады. Жергілікті мектеп киім үлгісінің орташа бағасы 5,5 мыңнан 6,700 теңгеге дейін барады. Мұндай тауардың барлық өлшемдерін кез келген уақытта келіп сатып ала аласыз. Чтобы школьная форма именно у нас шилась. Мектеп формаларының түгелі бізде тігілу үшін министрлік тарапынан мемлекеттік тапсырыс немесе арнайы келісім шарт болу керек. Егер ондай жағдай орын алса, қосымша жұмыс орындары ашылушы еді. Мектеп формасын тігу қиын емес, әрине. Біз оқушылар киімін тігуге дайынбыз, тек тапсырыс жоқ. Қазақстанда жасалатын мектеп формасы міндетті түрде сертификатталады. Оның сапасы мен матасының қауіпсіздігі тіпті тігісі де тексеріледі. Бұл ережелер балалар киімінің биологиялық және химиялық қауіпсіздігі бойынша стандарттарда көрсетілген. Такая продукция, она безопасна для ребенка. Мұндай киім бала үшін қауіпсіз. Одан ертең балаңызда аллергия болады деп қорқуға негіз жоқ. Барлық жерде сатуға болады. Ол жылуды сақтай алады. 55% Синтетиканың үлесі 55%-дан аспауы тиіс. Қалған 45% жүннен немесе мақтадан болуы керек. Ал жеңіл жейделер мен көйлектердің 35% синтетика, қалғаны табиғи мата болуы шарт. Астана жас фабрика қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі таңда мұндағылардың мектеп формасының бірнеше үлгісін әзірлеп жатқан жайлары бар. стоимость в пределах до Бағасы 15 мың теңгеге дейін болады. Тауар құны оқушының жасына байланысты. Егер 2016 жылы Қазақстанда бірыңғай киім үлгісі енгізілсе, мұндағы басшылық өндіріс көлемін 5 есеге арттырмақ. Ал елдегі оқушылар саны мен 10 мың теңгелік мектеп формасының орташа құнын ескере келе, бұл нарықтың жылдық пайдасын есептеу қиын емес. Бұл сома 25 миллиард теңгені құрайды. Тек ойлап көріңіз, егер елде бар 900-ге жуық тігін кәсіпорындарының біразы мектепке киім тігумен айналысса, бұл қып-қызыл қаржының барлығы мемлекет ішінде қалар еді. Надо понять, Мектеп формасының неліктен енгізіліп жатқанын түсінуі қажет. Бұл біріншіден балаларды ұжымдастырады. Қоғамдық отбасындағы қаржылық жағдайға байланысты бөлісу болмайды. Біреуі брендтік, басқасы қытайлық өнім киіп ерекшеленбейді. Ата-аналар біркелкі киім үлгісін сол себептен таңдайды. Дегенмен, кім болса да сапасыз мектеп формасынан сақтандырылған ешкім жоқ. Денсаулыққа зиян келтіретін киімнің отандық нарыққа қалай түсетіні белгісіз. Мұндай жағдай көрші мемлекеттерде де орын алған. Тексеріс жүргізілген мектеп формаларының 80% импорттық тауар болып шықты. Түгелі бала денсаулығына зиян деп танылып, басым бөлігіне химиялық заттардың сіңдірілгені, тіпті формальдегид қосылғаны анықталған. вот это вот именно Мына киім 12-13 жасқа арналған. Бағасы да қымбат емес. 13.900 теңге тұрады. Ал Қазақстанда жасалған мектеп формасы тек табиғи маталардан тігіледі. Оның үстіне техникалық ережелерге сай және ең бастысы бала денсаулығына зиян келтірмейді. Тек дүкен сөрелерінен отандық өнімді табу қиын. Өйткені оның көтерме бағасы синтетикалық өнімдерге қарағанда жоғары екен. Яғни саудагерлер тауар үстіне көп сома қоса алмайды, әйтпесе ата-аналардың қалтасына ауыр тиеді. Алайда кәсіпкерлер бұл мәселенің жауабын тапты. Я думаю, что мы Келесі оқу жылының басында 2016 жылы қалыптасқан жағдайды өзгертуге тырысамыз. Мәселен, отандық тауардың нарықта алып жатқан үлесін тым құрығанда 2 есеге арттыруды қолға алмақпыз. Келесі жылдың көктемінде жеңіл өнеркәсіпті қолдауға бағытталған үлкен шара өткізу жоспарда бар. Мектепке жиналардағы қарбалас кезінде дұрыс киім таңдау аса маңызды. Әрине, оның табиғи маталардан тігілгені дұрыс. Мектеп формасына жарамды материалдар қатарына мақта, зығыр, жүн мен кашемир жатады. Синтетикалық киімдердің жалғыз артықшылығы бағасының арзандығында. Өйткені олар шаң мен кірді жинап, терлетеді. Егер киімнің зат белгісінде химиялық тазарту көрсетілсе, ол формадан бірден бас тартсаңыз болады. Ал өндірісін арнайы экономикалық аймаққа бағыттайтын отандық кәсіпорындар жеңілдіктердің арқасында тауардың өзіндік құнын арзандатуға мүмкіндік алады. Сонда дүкен сөрелерден қауіпсіз әрі тексерілген мектеп формасын сатып алуға мүмкіндік туады.